Сәлем достар, мінекей бүгін кезекті тапсырыс Қытай елінен келген, Алиэкспресс сайтынан келген. Бүгін машиналардың компьютерлік диагностика жасауға арналған кабель. Хекс кабель деп аталады. Вакком деп те атайды, бірақ мынау вакком деген кабельдер 2005 жылға дейінгі шыққан неміс машиналарына жарамды. Басқа да машиналарды тексеруге бола береді, бірақ біздің өзімізде семьяда 2 Volkswagen автомашинасы болғандықтан, біреуі 2001, біреуі 2008 жылға. Сол екеуіне мінекей Hexcam деп жазылып тұр. Екеуіне де компьютерлік диагностика жасау үшін осындай кабель тапсырыс бердік. Мұның компьютердің жаңағы машинаның разъемы бар, рульдің астында, сол жерге тығылады. Мына екінші басы компьютерге тығылады. Дисктің ішінде драйвері және программасы болу керек, тексеруге арналған. Осы кабельдің көмегімен машинаның компьютерінде коробкасында қандай ошибкалар бар, ақау болса, неліктен ақау болып отыр, соны анықтауға арналған кабель. Бағасы есімде жоқ, төменгі жақта жазармын. Мінекей достар, кабеліміз мына жағы ноутбуктың USB портына жалғанған. Мына екінші басы рульдің астындағы өздерінің разъемы бар. Жанып тұр индикаторы жасалып. Енді тексеріп көреміз. Мінекей менде көріп тұрғандарыңыздай ABS және курсовой устойчивость деген екі лампочкасы жанып тұр. Сол проблема неден екенін тексеру үшін мінекей программасын ашамыз да, бұл жерде бәрі ағылшын тілінде. ABS брексте тексеріп көрелік. Мінекей ойланып жатыр. Мінекей тапты. Мына жақтан мінекей біздің ABS-іміз шиқылдап отыр. Fault codes, ошибкалар. Мінекей brake pressure sensor деді. Давление, датчик давления болса керек, орысшасы. Мінекей осы ошибканың номері және датчиктің номері бойынша именно қай датчик істемей тұр, интернеттен тауып алып ауыстырсақ болады. Форумдардан қарап отырып бір датчик істемей тұрген, сол үшін менде жаңа ABS және курсовой устойчивость деген машинаның функциялары жұмыс істемей тұр. Енді қазір мінекей қозғалтқыш бойынша, движок бойынша қандай ошибкалар бар, соны да тексеріп көрелік. No fault code found деді. Ошибкалар табылмады, қателер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.